Жүзге кеп бақыт тапқан ақын жамбыл, дүниеге түгел кеткен атың жамбыл. Тілекке көл аңсаған бүгін жеттің далада, жасасаң да ғасыр жамбыл. Халық үшін төрге төсеп төсек етер, ағарған сақалы мен шашы жамбыл. Көтерген көкке төбе тірелгенше, еді көпшілікке басын жамбыл дейді екен. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қадірменді көрермендер. Бүгін өз заманында 20 ғасырдың гомері атанған, жыр алыбы атанған Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған тарихи әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі іс-шарамыздың мақсаты жыршы ақын Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығын жан-жақты насихаттау, ақындық мұрасымен таныстыру, жастардың бойында патриоттық сезімді және отанға деген сүйіспеншілікті осы көркем сөз әдебиетке деген құрметті арттыру. Енді бүгін міне расымен жаһандану дәуірінде, цифрланған заманда көбінесе рухани дүниелер кейінге қалып бара жатады. Ал енді осы бүгінгі міне расымен ақ түйенің қарны жарылған күн деп те айтсақ болады. Үлкен ақын Жамбыл Жабаевтың рухына осы тағзым етер бүгінгі игілікті іс-шарамызды бастағалы отырмыз. Енді бүгінгі қонақтарымызбен таныстыра кетейік сіздерді. Мұнда Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылынан Жамбылов Мұратхан, осы жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың шөбересі қонақта отыр екен. Сонау сом алтынның сынығы, ағын судың тұнығы деп сол кездегі біздің қазақ поэзиясының алыбы болған Жамбыл Жабаевтың шөбересі бізге келіп отыр екен. Бұл да қатысып отыр, бұл да үлкен бізге құрмет. Сонымен қатар Жамбыл Жабаевтың әдеби мемориалдық музейінің меңгерушісі Жамбылова Салтанат Тезекбайқызы. Сонымен қатар Жамбыл Жабаевтың осы ақынның әдеби мемориалдық музейінің қоржы сақтаушысы Тезекбай Қарлығаш Бейбітханқызы келіп отыр қонақта. Сонымен қатар осы музейдің экскурсоводы Қылышбаева Ұлан Жармұхаметқызы. Сонымен қатар сонау Алатаудың бөктерінен осы әсем Алматы қаламыздан Табалдинова Сәуле Әбдіжәлелқызы, осы Жамбыл баспасының директоры, біздің осы кешімізге қатысып отыр екен. Қош келдіңіздер баршаларыңыз. Сонымен қатар қазір бізге қосыла жатар, біз осы Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қармудың Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Смағұлов Жандос Қожахметұлы қосылады қазір бізге. Сонымен қатар осы номер 17-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Садуова Дария Оразбайқызы. Сонымен қатар мектеп оқушылары да келіп отырған сияқты. Мұнда Қарағанды қаласының Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп интернатының оқушылары. Сонымен қатар Қарағанды қаласының Ислямия Саттаров атындағы нөмір 57-ші мектеп лицейінің оқушылары келіп отыр. Қарағанды қаласының 17-ші мектептің оқушылары, сонымен қатар Қарағанды қаласының Болашақ жоғарғы колледжінің студенттері келіп отыр. Баршаларыңызды көріп отырмыз. Енді келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді рахмет баршаларыңыз қосылып отқандарыңызға. Бұл деген Жамбыл Жабаевтың рухына деген үлкен тағзымды білдіреді. Келген талаптарыңызға нұр жаусын. Енді көп созбай осы бүгінгі кешіміздің шымылдығын ашып беретін алғашқы сөз кезегін осы іс-шараны ұйымдастырып отырған Жайық Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасының басшысы Қаленова Нұргүл Қасымханқызы отырып отырмызда. Олай болса, алғашқы сөз кезегін осы кітапхана директорына берейік. Нұргүл Қасымханқызы, сөз өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қонақтар мен қатысушылар. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөзінің дүлдүлі, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына биыл 175 жыл толып отыр. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым деп жырлаған ұлы жырау, халықтың ғасырлар бойғы көкейінде жүрген арманын өлеңмен өріп келеді. Жамбыл бабамыздың ұшан теңіз шығармашылық мұрасы
қазақ халқының талайлы тарих мен шынайы өмірінің айнасы. Ақынның эпикалық дастандарынан, айтыстары мен жыр толғауларынан біз ұлтымыздың өзіндік болмысын, өмір салтын, көркемдік дүниетанымы мен арман мақсаттарын танимыз. Жамбыл Жәкең үнемі халықпен бірге болды. Халық жайын, ел күйін зор шабытпен асқақтата жырлап, қазақтың ақын өнерінің үлгісіне түсіріп, көркемдікпен айшықтай білді. Жамбыл ойшыл, 2 ғасырды көзімен көрген тарих куәгері, өмір шындығын жырлаушы. Бүгінгі халық жыршысы атты Жамбыл сынды ұлы тұлғаға арналған іс-шарамызда ақынның шығармашылық мұрасын жас жеткіншектерге насихаттау мен зерделеу мақсатында танымдық ақпараттар болатынына сенімдімін. Іс-шарамызға қатысып, байланысқа шығып отырған арнайы шақырылған қонақтарымызға және қолдау көрсетіп отырған баршаңызға зор алғысымды білдіремін. Жақсы, рахмет. Олай болса, мынау бағанадан айтып отырған осы жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өлеңдері расымен адам бойына рух береді. Әсіресе соғыс жылдарында Ленинградтық өренім деген өлеңдері көптеген қазақ солдаттарына, көптеген сол кездегі советтік әскердегі жауынгерлердің бойына рух беріп, сол жырлармен сусындатып отырған екен. Енді осы Жамбылдың бүгінгі кешімізге аурасына толық кіру үшін осы Жамбыл Жабаевтың өлеңдерінен бастасақ, олай болса осы жерде бізде осы Жәкеңнің жырларымен бізге сусындатпақшы Қарағанды қаласының Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары Октябрь Гүлбану және Тілеуқабыл Назерке. Осы 2 жас өрендерімізден осы Жамбыл Жабаевтың өлеңдерін сұрайық. Олай болса, микрофонды қосып, өлең оқуға рұқсат сіздерге. Сәлеметсіздер ме? Жамбыл Жабаев белсенділерге өлеңі. Заман ауыр болған жоқ, жамбыл сөзден қалған жоқ, ел жайлаудан көшкен жоқ, көктен жасын түскен жоқ, сендер шетке қағатын жамбыл атым өшкен. Мен баяғы жамбылмын, әлі сезге даңғылмын, қыртыстарың сүймейтін, мен сендерге не қылдым, қайсысыңның үйіне қайыр қаңғырдым, жаным барда кедемде сендерден кем болмаймын, дірілдетіп жер-жерде өлең жырды толғаймын, домбырама қол созып иығымды қомдаймын, сен кездесіп қалмаңдар ыңғайыңа сондайдың. Тамаша, рахмет. Келесі қарындасым Назерке Тілеуқабыл. Сізде сөз кезегі. Елдің пірім сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырай, қара дауыл құйындай. Екпініме кезіккен, кетер мекен жығылмай, құлаштап бір кетейін, көбең құсап тығылмай. Қашсаң қуып жетейін, бізге жабы бойынбай, селтең деген ақынды көрмеуші едім шыбындай. Кәне, сөйлеп жіберші, айтыспағың шының бай, деп келдің бе Жамбылды күнде жеңген шыбылдай. Сызға нұр жаусын, Жамбылдың жасын берсін деп айтады бізде. Сол Жамбылдың жасын берсін сізге, ақынның жасын берсін. Баршамызды енді осы Жамбыл Жабаевтың шығармашылығымен бастағанымызбен жөн көріп отырмыз. Өзі кез келген өлең сөздің патшасы дейді ғой. Сол өлең сөздің патшасын еркін меңгерген осы қазақтың төкпе ақыны жыралыбы Жамбыл Жабаев бұл қазақ халқының поэзиясының әйгілі тұлғасы деп айтсақ артық етпес. Расымен өлең сөздің дүлдүлі, жырау жыршы болған Жамбыл шын мәнінде халық ішінен қайнап шыққан ақын. Кәдімгі қазақтың қара өлеңін, қазақтың поэзиясын, табиғи поэзиясын тұла бойына игере білген ақын. Бұл енді Жамбыл, бізді түстіктегі Жамбыл тауының бөктерінде неліктен Жамбыл атанды?
сонау оңтүстіктегі Жамбыл тауының бөктерінде боранды ақпан айында осыдан 1,5 ғасыр бұрын дүниеге ақын келіп, осы әйгілі тауды да сол таудың атына аталған болатын біздің ақын Жамбыл Жабаев. Содан Жамбыл атанған, кейін өзінің аты, өзінің ақындық аты сол Жамбыл тауынан да асып түсіп, жалғыз қазақтың емес, сонау алты алаштың ақыны атанған. Оған дәлел болатын, мынау қырғыздың Тоқтағұл деген ақыны бар. Осы Тоқтағұлдың термесі деген көп естіп жатамыз. Сол Тоқтағұлмен Жамбыл дос болған екен. Өмірінің соңына дейін мұңдас сырлас болған екен. Сол Тоқтағұлдың айтуы бар, Жамбыл Жабаевта жолбарыс рухты ақын деп айтқан екен. Себебі Жамбыл өлерінің алдында сәл-ақ бұрын сол Тоқтағұлға хабар жетті дейді. Мен Тоқтағұл досым, мен осы көптен айтайын деп жүргенім, осы түсіме бір жолбарыс кірді. Үйден шығып бара жатыр екен. Кәдімгі жаңа жолбарыс бір кезде үйден шығып екі аттап сол тауға қарай, жаңа Жамбыл тауына қарай шауып бара жатыр. Демек, маған да ажалдың тақалғаны анық екен депті. Бұл рухымның менен қашып бара жатқан деп. Демек, бұл жер осы жолбарыс рухты ақынымыздың бүгінгі әлі де рухы өлмей отырғаны, бұл шынымен өзінің өлеңінің құдіреті деп білеміз. Өйткені расымен Жамбыл осы көркем сөзді еркін игере білген, өлең өре білген. Өйткені бұл қарап отырсақ, поэзияның беретін, жырдың беретін құдіретін ешбір ғылым, ешбір техника бере алмайды екен. Бұл Жамбыл сонымен қатар 2 ғасырдың куәсі болған, ұзақ өмір сүрген, 1 ғасыр өмір сүрген ақын деп айтамыз, 2 ғасырдың перзенті деп айтады. Өйткені бұл халық поэзиясының алыбы 20 ғасырдың Гомері деп аталғаны тегіннен емес. Енді жас ұрпақты батырлыққа, елін, жерін сүюге шақырады бұның поэзиясы. Олардың бойында халқының ұлттық және рухани азаматтық сезімдерін қалыптастыруға, шығармалары арқылы жастарда ізгілікке тәрбиелеуді насихаттайды. Жамбылдың соғыс жылдары жазған шығармалары неміс басқыншыларына қарсы күресте жауынгерлерге қуатты рух беретін идеялық қаруға айналды. Оның жырлары майданда партизан отрядтарында ауыздан ауызға көшіп, басылым беттерінде басылып, әскердегі саяси жұмыстарға пайдаланылды. 1941-42 жылдары қыс мезгілінде Ленинградтық қоршауынан аман қалғандар 41 жылдың қыркүйегінде Жамбылдың қала тұрғындарына жолдаған өлең жолдауын ешқашан ұмытпайды. Бұны әлі күнге дейін естелік ретінде айтып жүреді. Оған Ленинградтық өлеңім өлеңі дәлел болады. Жамбылдың тіпті орыс тіліне аударылған жолдауы Ленинградта радио арқылы таратылып, онда плакаттар түрінде жарияланды. Сол кезде кәдімгідей қазақ поэзиясы бар деп барша совет үкіметіне қазақта поэзия бар, және де бұл жай ғана поэзия емес, барша адамзатқа рух беретін, барша адамзатқа ортақ дүние бола алатын поэзия дегеннің дәлелі болды. 37-38 жылдары көп ақын жазушыларымыз репрессияға кетті. Көп білеміз, тарихтан білеміз, атылып кетті, қамалып кеткендері бар, ит жеккенге айдалып кеткендері бар. Сол кезде Мәскеуде съез болған кезде қазақтан ақын іздейді ғой. Қазақта ақын жоқ па дегенде баршасы іздей бастайды. Сол кезде Сәбит Мұқанов осы Жәкеңді, Жамбыл Жабаевты алып келіп, Мәскеуде күллі барша совет үкіметінің алдында, барша адамзаттың алдында қазақ поэзиясымен талайдың таңдайын қақтарған болатын. Бұл енді сонымен қатар енді Жамбыл туралы айта берсе көп. Оны қазір біз осы әдеби кеш барысында осы көптеген естеліктерден де тыңдай жатармыз. Сонымен қатар осы филология ғылымының докторлары, профессорлары да өздерінің ойларымен бөлісе жатады. Бізге сонау Алматы облысынан, Алматыдан 70 шақырым қашықтықта орналасқан Жамбыл ауылы 1 ғасыр өмір сүріп, қазақ жырының даңқын асқақтатқан жыр алыбы осы Жамбылдың жаны тыныштық тапқан жер. Осы бүгін 175 жыл толып отыр. Осы ақынымыздың рухы әрқашанда асқақтап, жаны жаннатта болсын дейміз. Бұл енді ақынның атымен аталған бұл ауылда дара тұлғаның құрметіне ашылған мұражай кешені бар. Бұл киелі мекенге еліміздің әр аймағымен қатар көрші мемлекеттен де келіп, кіресінде аты аңызған Жамбылды танып білуге ниет білдіретіндердің қатары көп. Оған қазір біз тыңдай жатармыз естеліктерден.
Ал енді барша осы бүгінгі тарихи әдеби кешімізге келген көрермендер, бүгін біздің арнайы шақырылған қонақтарымызға да сөз кезегін берейік. Жамбыл Жабаевтың туыстары, осы жерлестері Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылынан Жамбылова Салтанат Тезекбайқызы, осы ақынның атына арналған музейдің меңгерушісі және қор сақтаушысы Тезекбай Қарлығаш Бейбітханқызы және осы музейдің экскурсоводы Қылышбаева Ұлан Жармұхаметқызы, және осы сонымен қатар бізге онлайн платформасы онлайн арқылы қазір осы шөбересі Жамбыл Жабаевтың Мұратхан Жамбылов және де осы ары қарай оқушыларымызда өздерінің өлеңдерін ары қарай оқи жатар, ниет білдіретіндер. Олай болса бастайық. Шөбересі Жамбыл Жабаевтың бүгінгі сол ақынның бүгінгі таңдағы көзі деп айтсақ та болады, Мұратхан Жамбылов ағамыз келіп отыр екен. Олай болса Мұратхан аға, өзіңіз бастап кетсеңіз, естеліктермен бөліссеңіз. Сөз кезек өздеріңізде. Ал енді осы Жыралыбы, осы Жамбыл Жабаев туралы енді бізден гөрі сіздер осы музейдің қызметкерлері, сіздерден көп енді біз білмеген бір ақпараттар бар шығар, біз білмейтін қызықты бір оқиғалар бар шығар. Енді өздеріңіз сонымен бөліссеңіздер. Сөз өздеріңізде. Байланыста бол, ал тыңдайық. Назар аударайық сіздерге. Саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі, құрметті міне кітапхана қызметкерлері және де арнайы шақырылып отқан қонақтар. Біздер енді Жамбыл атамыздың атындағы мемориалды музей, Жамбыл Жабаевтың әдеби мемориалды музейі, сол музейдің меңгерушісі мен Жамбылова Салтанат Тезекбайқызы, сол Жамбыл атаның немересі болам, кіші ұлы Тезекбайдың қызы болам. Енді біз мына 175 жылдыққа өстіп кездесуге шақырып жатсыздар, өте қуаныштымыз. Көп рахмет сіздерге. Енді не айтайық, Жамбыл атамыз енді өзі осы маңдығы, әке-шешесінің бәрі осы жақ. Бірақ өзі бұл жақта дүниеге келмеген. Себебі енді өздеріңіз білесіздер, мүмкін былай да оқып жатқан шығарсыздар. Себебі ол кез жаугершілік кезі, жауға төтеп бере алмай көшіп кеткен. Сол көшіп баратқанда мына Жамбыл облысына дүниеге келген. Өзінің менің өмірім атты толғауы бар, сонда былай дейді: қақаған қарлас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау тораған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан деп жырлаған екен. Сол Жамбыл тауының етегінде дүниеге келгендіктен атасы Ыстыбай баласына арымдап сол қарт таудың есімін берген екен. Енді Жамбыл атамыз өзі енді таныла бастағаны сол 90 жасы ғой. Бұрында халық ақыны болып келген, ол кісінің қаншама ақындары бар. Бірақ енді әлемге ата жайылғаны 1936 жылы Мәскеуге қазақ өнері мен әдебиетінің тұңғыш онкүндігіне барғандағы сәті. Міне осыдан бастап үкімет қолға алып, ол кісіге үй тұрғыза бастайды. Содан 1938 жылы 92 жасында ақындық шығармашылығының 75 жылдығы тойларда ол кісіге еңсесі биік 12 бөлмелі үй салып берген екен. Және астына көлік мінгізген МК М1 маркалы автокөлік. Енді қазір ыңғайы келсе, қыздар көрсетеді ол машинаны. Ал енді 12 бөлмелі үйдің 6 бөлмесін атаның көз тірісінде күйінде сақталған. Оны қазір енді экскурсия барысында көре жатарсыздар. Ол жерлерде өзінің жеке заттары, киген киімдері және өзінің тірі кезіндегі сыйланған сыйлықтар қойылған. Және де мына қазір өзіміз отырмыз, бұл енді жаңадан салынған конференция залымыз. Бұл 1996 жылы, осыдан тура 25 жыл бұрын ақпан айында іргесі қаланған болатын. Бұл да үкімет тарапынан берілген сый Жамбыл атамызға. Бұл конференция залдың іргесін өзіміздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ағамыз қалаған. Сонан кейін тағы не айта кетейік. Енді Жамбыл атамыз өзінің ұзақ өмірінде 3 рет үйленген екен, 3 апамыз болған. 3 апамыздан 8 ұлы, 2 қызы болған. Көбісі ертеректе қайтыс болып кеткен. Алғадай ізділеу 2 баласы Ұлы Отан соғысында қаза тапқан. Енді менің әкем ол кісі 1985 жылы қайтыс болды. Енді күні бүгінде көз тірі балалары болмаса да, сол ұл қыздарынан 100-ге жуық атаның ұрын бұтақтарымыз бармыз. Яғни немере шөбере шөпшектері.
Енді Жамбыл атамыз да бала кезінде молдадан дәріс алған ғой. Қай ата ана өзінің баласының сауат ашылғанын қаламайды. Ол кісі әкесі молдаға берген екен. Бірақ анда молданың ұрып соққанына шыдамаған бала, кеудесін өлімге ернеген бала әкесіне келіп өзінің шағымын айтып, молдадан оқымайтындығын айтады. Сонда әкесі айтқан екен, оқымасаң оқымай-ақ қой. Одан да ата бабамыздан келатқан ақ таяқты қолың ұстада мал бақ деген екен. Бірақ сонысына қарсы жаңағы нетпеген бала, әкесінің қарсылығына қарамаған бала, мына көрші ауылдағы Қарагастек деген ауыл бар. Сол ауылда тұратын осы жетісу өңірінің ақиық ақыны Сүйінбай атамыздың ауылына барып, сол кісіден бата алған екен. Ал енді өзінің естелігінде де ол енді хат танымай қалған ғой. Өзінің бір өлеңінде былай дейді: сиясауыт қаламсыз ой қозған домбыра, дәптер кітап қағазсыз сөз қозған домбыра деп жырлаған. 1936 жылы Мәскеуге барғаннан бастап ол кісіге үкімет белгілі өзіміздің Қазақстанның әдеби ақын жазушыларын әдеби хатшы тағайындайды. Әбділда Тәжбаев, Ғали Орманов, Тайыр Жароков, Қалбахан Әбдіқадыров, Қасым Тоғызақовтар болады, аудармашылар тағайындайды. Сол кісілердің барлығы кезек-кезек келіп, жаңағы 9 жыл бойына ата қайтыс болғанға шейін осы үйде болып, атаның өлеңдерін жазып алған екен. Сол кісілердің еңбектерінің бәрі осы біздің музейдің залдарында тұр. Енді ол кісілер болмаса, сол кезде үкіметіміз сол кісілер тағайындамаса, осы күнге шейін сол атаның кітаптарының ішіндегі өлеңдерінің бір 10% ғана бізге жетер ме еді, жетпес пе еді. Енді ақын ағамыз Сәкен Сейфуллин өзінің естелігінде былай деп кеткен ғой: Жамбылдың шармалары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды. Оны теріп алып, жинап халқының қолына беру біздің әрқайсымыздың азаматтық парызымыз дейді. Мінекей сол кісілердің еңбектері, мына қазіргі Жамбыл танушылар, осының еңбегін зерттеушілердің бәрінің еңбектері ұшан теңіз десек те болады. Бірақ анда әлі де зерттелмей қалған қырлары бар ол кісінің. Енді қалған сөзді келесі қонақтарға берейік. Жақсы, рахмет. Кешіріңіздер. Бір ескерту, қазір 10 минуттан кейін бізде лимит бітіп қалады, сондықтан қайтадан қосылсаңыздар, қазір шығып кеткен жағдайда 10 минуттан кейін. Жақсы, барша жақсы естеліктермен бөліскеніңізге, жақсы осы ақпаратты бізде рухани байытқаныңызға рахмет. Келесі сөз кезегі. Мұнда Мұратхан Жамбылов ағамыз бар ма? Бар. Аха, сол кісіге сөз кезегін берейік. Ассалаумағалейкум. Құрметті қарағандылық бауырлар, және қарындастар. Мына биыл осы ұлы Жамбыл бабамыздың осы 175 жылдық мемлекетіміз, республикамыз осы 175 жылдық мерейлі тойын тойлағалы отыр. Былтыр ғана 2020 жылы ұлы Абай атамыздың 175 жылдығы болып еді. Онда республикамыз осы бүкіл халқымыз қуанып, сол мерекенің бәрін атап өтіп, поэзиялық кештерін барлық мектептерде, ауылдардың бәрінде жыр кештері өтті, естеліктері өтті. Биыл осында Жамбыл атамыздың осы 175 жылдығына осы республикамызда жаңадан бастап осы ауылдарда, мектептерде, кітапханалардың барлықтарында еске алып, сол кісі жаңағы творчестволық кештер арнап жатыр. Сіздердің де осы бүгін осы дайындалып, соны өткіземіз деп, Жамбыл атамыздың осы еңбектерін дәріптеп, Жамбыл атамызды айтып кеткен ғой, 20 ғасырдың Гомері деп. Оны бекер айтылған емес қой. Жаңа қарындасым жаңа салтанатта осы Жамбыл атамыз жайында көп әңгімелерді, естеліктерін айтып жатыр, жағдайлар. Оның бәрі бекер нәрсе емес. Біз мына бүгін осы сіздердің осы жасап жатқан осы іс-шараларыңызға қуанып, соған үлесімізді қосайық, соған бізде қатысып, соған атамыз жайында естеліктер жаңағы бір әңгіме айтайық деп, соны шақырғандарыңыз келіп отырмыз. Рахмет сіздерге. Ал енді мен бір Жамбыл атамыз жайында бір естелігін айтып кетейін, аталарымыздан, әкелерімізден естіген. Мына Жамбыл атамыз, мына біз Шапырашты Екей деген еліміз ғой. Бәрі тарихта жазған әлгі айтады ғой, Екейде 50 ақын 80 бақсы деп.
сол 50 бақын 80 бақсыздың ішінде сол бізде бір Алланың берген қасиеттерімен біздің қазақтың бәрінде ондай қасиеттер баршылық қой. Жалпы сол қасиеттің бірінде бірегейі сол Жамбыл атамызға қонған, көп ел аралаған, су кешкен, халық үшін ел жұртын осы өмірінің бар арнап болса халықтың ішінде өскен, халық ішінде жүрген, халықтың мұң-мұқтажын сырлап. Сол енді атамыздың үлкен жаңағы көрікпелдікте, әулиелікте қасиеттері болған. Соның бір қасиеті Жамбыл атамыздың осы жаңбыр жаудырып жіберетін қасиеті болған екен. Осында біздің екейдің бір үлкен бақсы атамыз бар еді, Түктібай деген атақты. Қобызының өзін бәйгеге қосқан, мына баяғыда жалайырлар үлкен бір той жасап, ас беріп, сонда атамызды шақырып, осындағы шапырашты екейлердің әулиелерін шақырып, сонда қазақ үйде Іле өзенінің аржағына дайындап қойған екен де, Іле өзені о заманда су көп қой, өткел бермейтін. Сонда айтқан екен, ана жан айқайлайды, келе жатырсыздар ма, айналайын осы екеудің әулиелерінің тұқымдары. Мына қазақ үйлеріміз мына жерде дайын тұр судың ар шетінде. Соны өздерің берген өткізіп ал дегенде жаңағы Түктібай деген атамыз қара қобызын тартып, жаңағы судың ар жағында тұрған қазақ үйде ішінде тамағымен, адамдарымен өзеннің арғы бетіне қарай қобызын тартып өткізіп алған екен. Сол кісінің ұрпағы болған. Жамбыл атамыздың өзі құрдасы екен, Өмірзақ деген атамыз. Соның кейін тағы да мына Сарыбай деген атамыздың бір ұрпағы, Күртбай деген атамыз үшеуі қатар екен. Жайлауда бір той болатын, соған кетіп бара жатқан кезде қайнап тұрған ыстық екен. Сөйтіп айтады дейді, құрдастар, Жамбыл, осы сенің еліңдер айтып жүр, сен осы жаңбыр жаудыратын бір қасиетің бар дейді. Соны бір көрсетсеңші бізге. Басқаға көрсеткенде бізге көрсетпейсің бе сен? Бізден аяйсың ба, құрдастарыңа деп. Жамбыл атамыз күліпті де, ұстап кеттіңдер ме деп күледі екен құрдастарына. Содан келе жатады екен, атамыз бір күбірлеп, өзінің бір іштен қасиет сөздерін айта ма, соны алдыға келе жатқан кезде бір кезде қараса, төбелері кішкентай бір шөкімде бір бұлт пайда болған қара бұлт. Демнің арасында жаңбыр жауып, сатыр-сұтыр, үстерінің бәрі малмандай су қыпты. Мынау Жамбыл не істеп жатсың дейді Жамбыл. Су болып кетті қой, айналайын, рахмет, қасиетін көрдік. Рахмет, айналайын. Сені енді бұдан кейін қалжыңдамаймыз деп жаңбыр тоқтатқан екен. Жаңағы Жамбыл атамыздың жаңағы құрдасы Өмірзаққа Жамбыл атам айтады дейді, Түктібай бақсының баласы. Өмірзақ, енді әкең үлкен бақсы болған. Сен де бір көрсетпейсің бе деп айтады дейді. Сондай қалжыңдасып жүретін адамдар екен. Сондай өздері, сондай бір Алланың берген қасиеті атамыздың көрікпелікте, әулиелікте осы айтқан айдай келетіндей, өзінің жанында өзінің ілесіп жүрген баяғыда қызыл жолбарысы болған. Мұнда жаңа айтып кетті жаңағы ініміз, баламыз. Сондықтан айтатынымыз осы Жамбыл атамыз жайында айта берсек, үлкен естеліктер көп. Қалай естеліктер бар. Бұл кісі өмір 99, 100 жасының бәрінде осы елдің ішінде болды. Халықтың тілеуін теп. Соғыста да, Ұлы Отан соғысында да үлесін қосып, соны сөзде үйінде отырып, соны жаңағы тыныштап, Ленинградты өлеңінде арнап, соғысқа кеткен азаматтардың бәріне өлеңін арнаған адам. Мұны өздеріңіз де бәріңіз де білесіздер. Сондықтан айтатынымыз, мынау қасиетті тұқымнан қасиетті тұқымнан осы қасиетті адам өсіп осындай үлкен кең территорияда жатырмыз. Барлықтарыңызға айтатынымыз осы. Жамбыл атамыздай ұрпақтарыңыз қасиетті болсын. Өздеріңізге сондай қасиет берсін. Аман-есен болыңыздар. Бақытты болыңыздар, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Еліміз, жұртымыз, халқымыз әрқашан тойдан кейін де болмасын. Мына жаман аурулы сырқаудан сақтап, аман-есен болайық Алла тағала. Алла нұрын жаудырсын. Бақытты болыңыздар, сіздерге айтатын. Рахмет, баршаңызға тілектеріңіз қабыл болсын. Ал бүгін ендігі кезек, осы
Жамбыл Жабаев атындағы осы әдеби мемориалдық музейі қазір бізге осы онлайн бізге экскурсия өткізбекші екен. Олай болса, келесі кезекті осы қор сақтаушысы Тезекбай Қарлығаш Бейбітханқызы және осы музейдің экскурсоводы Қылышбаева Ұлан Жармұхамедқызына берейік. Келесі сөз кезегі сіздерде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жыр алба Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы құтты болсын. Сіздерді мен таныстырмақшымын. 1938 жылы Жамбыл Жабаевтың ақындық шығармашылығының 75 жылдық мерейтойына өкімет ақынға 12 бөлмелі үй сыйлайды. Бұл үйде Жамбыл ақын 1938-1945 жылдар аралығында тұрған және де үйді түгел жиһаздармен жабдықтаған, сондай-ақ ақынның астына көлік мінгізген. Ақынның көлігі 1932 жылдары Горький автомобиль заводынан шыққан МК-1 маркалы автокөлік. 1938 жылдары бұндай көлік Қазақстан бойынша 6 ақтана болған екен, соның бірі Жамбыл атамызда болған. Қазіргі таңда көлік оталатын жағдайда 2008 жылы толықтай күрделі жөндеуден өткізілген. Жасы келіп қалғандықтан көлікті ақынның жүргізушілері Григорий Баженов пен Нағашев. Бірінші бөлме ақынның қонақ бөлмесі деп аталады. Бұл жерде өзіміздің атақты зиялы қауым Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, сондай-ақ кеңес одағы батырлары Бауыржан Момышұлы мен Мәлік Ғабдуллиндер қонақта болған. Төрде тұрған тақ тәрізді креслода ақын өзі отырған екен. Бұл бөлмеде жиһаздардан бөлек Жамбыл ақынға келген сыйлықтар да сақтаулы тұр. Мысалға, стол үстіндегі көк жолақты чай сервизі 1938 жылы Ленинград академик ботаник Борис Келлер ақынды шығармашылығының 75 жылдық мерейтойына құттықтай келген кезде сыйға тартқан. Ал Ұлы Отан соғыс жылдары Мәскеудің үлкен театры Алматы қаласында болған екен. Соның бір топ әртістері Жамбыл ақынға сәлем бере келген сәттерінде стол үстіндегі самаурын ожау подносты сыйлаған екен. Қабырғада ілулі тұрған үлкен картина Жамбыл колхозшылары арасында деп аталады. Автор ресейлік суретші Александр Александрович Рейких 1944 жылы ақынға өзі сыйға тартқан. Келесі бөлмеміз дәрігерлік бөлме деп аталады. 1938 жылдан бастап Жамбыл ақын түгел өкіметтің қамқорлығында болған, сондықтан ол кісіге барлық жағдай жасалған. Ақынның өзінің жеке дәрігері Рахымай Досымбековпен түскен суреті. Рахымай Досымбеков қасындағы екі медбикесімен күндіз-түні ақынның денсаулығын қадағалаған екен. Сондай-ақ ақынға аспазшы, көлік жүргізушілер, басқа да қызметшілер бөлінген. Келесі шағын ас бөлмесі. Бұнда Жамбыл ақынның балалары, немере келіндермен қымыз шай ішкен бөлме. Бұл бөлмедегі ақынның көз тұрған кестелі портрет. Бұны 1938 жылы 17 жасар өз қызы Исмаилова Муленежімен тігіп, бұл қымыз-набор сандықтар 1990-дар болып табылады. Төрт заттары, киген кебісі, сондай-ақ өзі ұстаған таяғы. 1937 жылы Грузия еліне Шота Руставелидің жолбарыс терісін жамылған батыр аттастардың 750 жылдық мерейтойына барады. Сол барған сапарында ақынның әдеби хатшысы Тайыр Жароков осы таяқты сыйға тартқан екен. Ақынның өзінің домбырасы осы күннің 3 домбырасы жеткен, оның екеуі біздің музейде, ал 3-ші домбырасы Алматы қаласына Ықылас атының қалғасын 1936 жылы Каспий студенттері сыйға тартқан. Ақынның бас киімі сусар бөркі. Қабырға сағаты ақынның дүниеден өткен уақытын көрсетіп тұр. Жыр алыбы 1846 жылы дүниеге келіп, 1945 жылы 23 маусымда таңғы сағат 7:55 минут өткенде Алматы қаласының станция станциясына қосылған екен.
Тыста шифонерде ақынның өзі киген біршама киімдер сақтаулы екен. Шапандары, түлкішігі, костюмдері. 1936 жылы қазақ әдебиеті мен қазақ өнерінің тұңғыш онкүндігі Мәскеу қаласында өтеді. Соған делегация құрамында қарт жыраужышы Жамбыл ақында болады. Міне сол Мәскеуге барған сапарында ақын алғашқы ордені еңбек қызыл ту орденін Калининнің қолынан алады. Келесі ескерткіш бөлмеміз ақынның әдеби хатшыларының демалыс бөлмесі болған. Жамбыл ақын әдеби хатшылары мен осының әдеби аудармашылары болған. Ақынның туып өскен ортасы Мына жақта техникалық ақау болып жатқан сияқты. Интернеттің... Мынау конференция залды 1996 жылы ақынның 150 жылдық мерейтойы қарсаңында өкіметтің үйге жанамалай салып берген сыйы. Бұның іргетасын қалаған елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ақынның өзі киген шапандары және біздің музейдегі ақынның екінші домбырасы, бір ғасырдан астам тарихы бар, 1885 жылғы домбыра. Ағаштан ойылып жасалған музыкалық аспаптың пернелері мен шектері ешкінің ашы шегінен жасалған. Ақынның құрандыгері еліктің пианонан жасалған қамшысы, бірінші шапан зерлі шапан, екінші ұлттық нақышта тігілген түрікмен шапаны, үшінші өзбек шапаны. Бұл үш шапанда 1938 жылы ақынның шығармашылық 75 жылдық мерейтойына сыйланған сыйлықтар. Конференция залымыз 3 залдан тұрады. Ортаңғы залда әртүрлі шаралар, әдеби кештер, кітаптардың, ақын жазушылардың кітаптарының тұсаукесерлері және оқушылар арасында ақын жазушылардың жырларынан жыр байқаулары өтіп тұрады. Төрдегі Жамбыл Жабаев пен Дина Нұрпейісованың балауыз мүсіндері. Бұл мүсіндердің авторлары қазақстандық мүсіншілер Пернегүл Абдуллаева мен Абдразақ Арменовтердің 3-ті форматта 2008 жылы біздің музейге тартқан сыйы. Келесі портрет ақынның. Бұл әйнектен жасалынған мозаика. Нұрлан Сатаев деген өнер академиясының магистранты 2015 жылы ақынның музейіне сыйға тартқан екен. Және де конференция залымыз шағын галерея залынан тұрады. Картиналар ортада Салтатты Жамбыл деген қола мүсін. Авторы қазақстандық мүсінші Хакімжан Наурызбаев 1971 жылы ақынның 125 жылдық мерейтойына сыйға тартқан екен. Назарларыңызға көп рахмет. Сөз өздеріңізде. Жақсы, рахмет сіздерге. Бұл да бір заманның бір жақсы жағы ғой. Онлайн отырсақ, Қарағандыда отырсақ та, осы сіздерге сол Жамбыл ауылына қонаққа барып қайтқандай болдық. Өте жақсы бір танымдық экскурсия болды. Сіздерге рахмет. Арқаш, енді әрі қарай өздеріңізге қызметтеріңіздің әрі қарай толығай табыстар тілейміз. Енді мынау көрермендерден, оқушылардан сұрақ бар ма сіздерден? Алып қосарларыңыз болса, сұрақ қоя отырыңыздар. Оқушыларда олай болса, қазір сұрақтарыңыз, өз сұрақ қоя отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Сондықтан қазір осы конференция барысында, кеш барысында белсенділік танытып сұрақ қоя отырыңыздар. Енді
бағанадан айтып жатыр, былтыр ғана Абайдың 175 жылдығы, биыл Жамбылдың 175 жылдығы. Осы екі тұлға, заманымыздың екі тұлғасы, біреуі ауыз әдебиетінің сол кездегі ең озық үлгісі Жамбыл болса, мына қазақ жазба әдебиетінің негізін қалап жүрген Абайда осы екі заманның бірдей заңғар алыптары, осы қара тасты қақ жарып шыққан қазақтың шынар ағаштары деп те айтып жатады. Енді Жамбыл мен Абай енді кездеспеген, бірақ та Жамбыл осы Абайдың ұлы қайтыс болғанда сәлем айтып барсаң Абайға, кеңесі кеткен талайға, ауырды жеңген қаранар арқасын тосын қалайда деп осы өлең жолдарымен көңіл айтқан деп білеміз. Енді бұл дегеніміз Жамбылдың осы сол кездегі қазақ поэзиясының үлкен шарықтау шегіне жеткізуге өзінің зор үлесін қосқан деп білеміз. Енді сонымен қатар бұны әділ бағасын бере білген заманымыздың өз заманның классик жазушысы, осы қазақтың ұлы жазушысы аталған Мұхтар Әуезов, Жамбыл ақыл ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтын дара, оқшау бет бейнесімен аса зор құбылыс. Оның бірі әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі азаматтық әуеннің де ақыны деп бағалаған болатын. Бұл жалпы қазақ поэзиясының өкілдері, сол кезде қазақтың зиялы қауымдары, Сәкен Сейфуллин, Ауыр Қошұлы, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Мәлік Ғабдуллин сынды ақындарымыз зор құрмет тұтқан, бас иген. Енді қазақ әдебиетінен де бұлай қарай қарап отырсақ, әлем әдебиетінің классиктері де бұл мойындай білген. Демек, қазақ әдебиетінің осында әлемдік деңгейге жетуіне де ауыз әдебиет үлгісі болса да үлкен осындай септігін тигізген екен. Демек, әлемге таныта білген ақындардың бірі деп білеміз. Оған мысал дәлел болатын роман Ролан, Михаил Шолохов, Павло Тычина, Николай Тихонов, Константин Симонов сияқты әлемдік әдебиеттің өкілдері де ерекше құрмет тұтып, бас иген, мойындай білген. Демек, сол әлемдік өзге ұлт ақыл қазақ әдебиетінен тыс, шекарасынан тыс жерлерде де осы қазақ әдебиетімен елді таныстыра білген, сол кездегі енді қазақ әдебиетінің қаһарман десек, енді артық айтқан болмас, әбестік болмас деп білеміз. Енді келесі кезекті осы Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайлы сөз кезегін берейік. Олай болса, сонау Алматы қаласынан бізге Жамбыл баспасының директоры Табалдинова Сәуле Әбдіжәлел қызы баяндама оқиды. Олай болса, назарымызды сол Алматы қаласы аударайық. Ұлы абыз Жамбыл жырау тақырыбында баяндама оқылады. Олай болса, Алматы, сөз кезегі сіздерде. Сәлеметсіз бе, құрметті конференция қонақтары, конференция қатысушылары, және де осы әр жерде Қарағанды облысынан қатысып отырған шәкірттер, оқушылар, студент жолдастар. Мен бүгінгі баяндамам тақырыбы Жамбыл Жабаев жөнінде болмақ, және де менің дауысым естіліп тұр ма? Жамбыл Жабаев. Жақсы. Жамбыл Жабаев Қазақстанның ең танымал ақындарының бірі. Ол 1846 жыл 28 ақпанда Шапырашты руынан шыққан Жамбыл есімді көшпенді қазақтың отбасында дүниеге келген. Жамбылдың жатқа білетін өте керемет өлеңдері ол бірінші Көроғлы дастаны, Манас, Ерназар Бекет, Сүйінбай мен Қатаған, Тесек төре мен Сүйінбайдың айтыстары. Бұл айтыстардың бәрі тарихи өзінің орны бар, және талай кітапқа түсірілген. Бұл айтыстардың өзі тарихи оқиғасы бар, өткен жері бар. Соның кейін оның бәрін жағы біздің Жамбыл атамыздың қасында жүрген аудармашылары, шәкірттері бәрі қағаз бетіне түсіріп, күні бүгінге дейін біздің өзіміздің қолымызға ол жетті. Ал енді Жамбылға ұстаз болған өзіміз білетін Сүйінбай ақын ұстаз болды. Жас кезінде Жамбылға жақсы сәттілік тілейміз, сенімен бірге болсын, адамдардың жанынан шығып кетпейтін, есте сақтайтын өлеңдер шығар, сенің өлеңдеріңе бүкіл құлақ тұрсын, сенің өлеңдерің кеудеден емес, жүректен шықсын, шындық туралы айта отырып, әділеттілі жырла, басқалар салып кеткен жолымен емес, айналада болып жатқандарға қарап, өз жолыңды тап деп ақ батасын берген екен.
Сонымен қатар Жамбылмен бірге сол дәуірде, сол заманда өмір сүрген жалғыз Сүйінбай ақын емес, онымен бірге өмір сүрген тағы да елге белгілі шапыраштың бір беделді биі Сарыбай би. Сарыбай би Жамбылға өмір сүрген замандасы әрі кеңесшісі Сарыбай би Жамбылды жас кезінен танып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қырандай биікке самғатып ұшырып тәрбиелейді. Жас кезінде бата сұрап барған жас Жамбылға: «Ау Жамбыл, бата сұрап келіп қапсың, қобыз тастап қолыма домбыра алыпсың, өлеңіңнің арасынан қыл өтпесін, алдыңнан інжу маржан өзен ақсын, Жамбыл-ау еке елі өлең деген, батамды түбі саған берем» деген деп Жамбылға ақ батасын беріп, талай шаршылы топқа, айтылу айтыстарға түсіріп қасынан тастамаған. Сарыбай би де өз уақытысында Жамбылды танып, қамқорлығына алып, жақсы мен жаманды ажыратуды үйретіп, жеке дара тұлға ретінде өнерін қолдап, елге паш еткізіп, Жамбылға өмірлік ұстаз атанады. Ал сол заманда өмір сүрген біз білетін Сарыбай мен Жамбыл және Сүйінбай нағыз қас батырлар, нағыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған тарихи тұлғалар екені даусыз. 1875 жылы Сарыбайдың асына Майкөт ақынның келіп, және сол Жетісудың 77 игі жақсыларға сәлем берген. Бұл оқиға туралы, Сарыбайдың асына келген Майкөттің жаңағы оқиғасы туралы 3 жерде 3 түрлі вариантпен беріліп жүр. Бірақ оның бәрі кітаптың бетіне түсті, қағаздың бетіне түсті, және ол толық зерттеулерден өтті. Біз өзіміз Майкөт ақынның Сарыбай бидің асына келуін кітапқа жарияладық, түрлі кітаптарға жарияладық. Мысалы, айтып кетсем, Нағашыбек Қапалбекұлының биыл шыққан 3 томдығына енді «Заман және замандастар» атты кітаптарға осы Майкөт ақынның Сарыбай бидің асына келуі енді. Өзіміз білетін мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Несіпбек Айтұлының өз варианты бар. Әсімхан Қосбасаровтың өз варианты бар, бірақ сол 3 варианттың үшеуі әртүрлі кітаптарға енді. Айтып кететін тағы бір нәрсе, Жамбыл Жабаев осы Майкөтті өзіне ұстаз санауы бекерден бекер емес еді. 2 тұмса жырдың 2 алыбы осы аста алғаш рет жолығып тілдеседі, жақын танысады. Сонда Майкөт ақын: «Жамбыл маған неге сәлем бермей жатыр?» деп Жамбылды іздестіреді екен. Оны естіген Жамбыл ақын: «Ассалаумағалейкум Майкөт аға, естіп даусыңызды келдім жаңа. Алдыңнан үлкендердің өтейін деп, аялдап, әдеп еттім біраз ғана» деп сәлемдесіп, әдемі әдеппен басталған дидарласу ары қаратай Майкөттің Жамбылға бата берумен жалғасады. Сөйтіп Майкөт ақын 70-тің ортасынан асқан ұстазы Сүйінбай ағасы мен ақындық кемеліне келген 45 жастағы шәкірті Жамбыл інісімен жүздесіп, шер тарқатысады. Байқайсыздар ма? Сол кезде Сарыбайдың асына келген Майкөт өзі де біраз 70 жасқа алқымдап қалған кісі. Сол дәуірде Сарыбайды бидің асы болған кезде Сүйінбай ақынымыз біздің 70-тің ортасынан 80-ге қараған шағы болса керек. Ал Жамбыл атамыз сол кезде 45 жаста, нағыз жаңағы ақындық кемеліне келген нағыз 45 жаста екен. Бұл тарихи дерек. Осындай киелі баталарының арқасында Қызыл Шұбар жолбарысты Жамбыл атамыз даңқы 4 әлемге таңылады. Өлеңі дүние жүзін шарлап кетті. Бүкіл әлеміміздің алып ақсақалы 20 ғасырдың Гомері атанды. Жәкең арқылы дүние жүзі қазақты танып білді. Жамбыл Жабаев Жетісудың ең бір дүлдүл, саңлақ саналған Құлманбет, Досманбет, Сарыбас, Бөлтірік секілді айтулы ақындармен айтысқанда көпшілігін бет қаратпайтын. Жеңіп, сөз сайысына талай жүлде алған. Жыр алыбын, айтыстағы шеберлігі, тіл көркемділігі, тапқырлығы мен шешендігі орасан зор болды. Ол заманда айтыстың негізгі бағыты ру намыс елдік ұраны болды. Жамбыл бұл жөнінен де ешкімге дес бермеген. Сөзінің арасында қыл симайтын Құлманбеттей ақынмен айтысқанда ең алдымен сөзінің басын қарасай, дем бере көр, менің бабам деп сөз бастайды екен айтысқа түсер алдында. Жамбылдың шығармашылық өміріне терең із қалдырған өміріндегі маңызды оқиға ол Шөже мен Шашубай ақынмен кездесуі болды. Ол Шашубайдан көптеген сарыарқа ақындарының әндерін, 15 ғасырдың ақыны және философы
Асан қайғы туралы көптеген аңыздарды естіп білді. Дәл Асан қайғы туралы айтылған аңыздар кейінірек Жамбылға Өтеген батыр поэмасын шығаруға шабыт берді. Яғни айтайын деген сөзім, Асан қайғы туралы көптеген аңыздарды естігеннен кейін біздің Жамбыл атамыз Өтеген батыр деген поэманы шығарған ғой. Сол поэманы кейін оны өзі хикая деп атаған. Бұл туынды алғаш рет 1937 жылы жазылған. Дәл қазір оның шығармаларының барлық басылымдарына бұл туынды қосылған. Яғни бұл туынды барлық қағаз беттерінде қазір бар. Кімде-кім Жамбыл танушы болам десе, және Жамбыл Жабаевты болашақта зерттейін десе, мына жас өрендер отыр ғой тыңдап, сонда бұл басылымдардың бәрі қағаз бетіне түсірілген деп айтайын деп отырмын. Сондай-ақ Жамбыл Жабаевтың шығармашылығында Сұраншы батыр поэмасы үлкен орын алады. Поэманың негізгі идеясы Қоқан хандығының құлдығына және тонаушылығына қарсы күрес. Сұраншы батыр дастанын Жамбыл ең алғаш рет Садырбек деген беделді кісінің астында жырлап береді. 1912 жыл Пішкек уезінде өткізілген Шәбден Шантай асына 40 мың кісі жиналады. 2000 ақ үй тігіледі. Асқа небір талантты ақындар келеді. Олардың ішінде ең атақтылары болады. Мысалы Жамбыл, Қалмырза, Тоқтағұл, Өмірзақ, Кенжеғара, Үмбетәлі де барады. Бұл жиында ақындарға 3-ші күн ғана кезек еді. Сонда ол жиында ақындардың көптігі соншалықты, біздің мына бар аталған ақындарымыз тек 3-ші ғана кезек еді сөзге. Бұл жиында сөз кезегі Жамбылға тиген кезде ақын Жантай ханның ұлы Шәбден Манап, сол Шәбден Манаптың ел алдындағы кісілігін тереңнен қайырып жырлайды. Және сол елдегі Тоқтағұл деген ақын болады. Сол елдегі Тоқтағұлдай ақын досының, әрі ақын, әрі досы, ол Жамбыл Жабаевтың досының ірілігі мен серлігі, ақындығы мен жақындығы жайлы тебірене сырын ақтарады. Ақ жарылқап пейілін білдіреді. Желдірте әуеніне басып, былай дейді: тұлпарды тұлпар таниды, ертеден шапса талмайтын, сұңқарды сұңқар таниды, ілерде жемін самғайтын. Тоқтағұл мен Жамбылдың жырлары сел боп ағатын деп жырын біраз төгіп жібереді. Енді ол жыр өте ұзақ, мен қысқа ғана қайырдым. Жамбылды білетін, Жамбылдың шығармашылығын білетін азаматтар бұл жырдың ең ұзақ екенін бәрі біледі. Жырдан салтанатты шаһар тұрғызған дара ақынның данышпандығының тағы да бір қыры, өзімен қанаттас, замандас шәкірттер тәрбиелеудегі өзіндік ақындық мектеп қалыптастыру болып табылады. Сондықтан да Жамбылдың қасына ерген, көп қызық көрген, ұлы ақын талантына сенген шәкірттері жайлы жеке-жеке тоқталсам деп ойлаймын. Мәселен, Үмбетәлі Кәрібаев Жәкенің ең сүйікті шәкірті әрі Дауысыңыз естілмей қалды. Үмбетәлі әрі ірі айтыс ақыны болды. Ой, неге естілмей қалды? Естілді. Естіліп тұр ма? Иә, үзіліп кеткен жаңа. Жалғастыра беріңіз. 18 жасында Үмбетәлі Майтөбе жайлауына барады, Жамбылды іздеп барып, сол жерден Жамбылдан бата алады. Сол кезде Жамбылға былай дейді: жасыңнан ақын Жамбыл атанғаның, атақты Сүйінбайдың бата алғаның. Шәкірті Сүйінбайдың болған соң үйінде тыныш жата алмадым. Әдейі ат арылтып келіп, інің жетті, қолыңды келеді бата алғым. Қолыңды жай келеді бата алғым деген кезде Жамбыл бір топ адамдардың арасында тұрып, елдің бәрінің көзінше қолын жайып батасын береді. Қара тілге ұста екенсің, батамды бердім саған деп ақ батасын береді Үмбетәлі Кәрібаевқа. Ал енді техникалық ол кісі әрі балуан, әрі ақын, әрі әнші, әрі сері болған. Үмбетәлі өзі сияқты ақындармен бәрімен, мысалы үшін Кенен Әзірбаев, Саяділ Керімбеков, Қалқа,
Есдәулет, Қайып, Өмірзақ, Бармақ, Өтеп, Әбдіғали, Жартыбай, Арғынбай сияқты ақындардың барлығымен айтысқа түскен. Жамбылдың сүйікті келесі сүйікті шәкірті белгілі композитор әнші Кенен Әзірбаев. Кенен Әзірбаев қазақ әдебиеті мен өнеріндегі айтулы тұлғалардың бірі екенін бәріміз білеміз. Жамбылдың қасында көп жүрген ақындардың бірі ол Өмірзақ Қарғабаев. Келесі Жамбылдың өз аузынан көптеген өлең жырларын хатқа түсіріп жазып қалдырған келесі шәкірттерінің бірі Әбдіғали Сәриев. Әбдіғали Сәриевтің былтыр 3 томдығы жарық көрді. Жамбылдың ең жақын інілерінің бірі суырып салма айтыскер ақын Жартыбай Қырықбаев. Сонымен қатар Жамбыл Жабаевпен бірге замандас шәкірттердің аттарын атап кеткім келіп отыр. Есдәулет Кәндеков, ақын Өтеп Оңғарбаев, Мақыш Райымбекұлы, Қырбайсал Бозымбекұлы, Саяділ Керімбеков, Елікбайұлы Жартыбай, Көпешұлы Арғынбай, Өтепбергенұлы Қарабек, Әбдікәрімұлы Шүкітай, Мүсірепұлы Сәдібек, Тайшыұлы Айтбай, Соқырұлы Әпежек, Досымұлы Қосдәулет, Шыңғысұлы Жасынбек, Қойшыбайұлы Әбдіқадыр, Естенұлы Абдолла, Қарабек ақын, Жолбарысұлы Оспан, Балтағұл Бегелдіұлы, Әсімхан Қосбасаров, ұлы ақынның баласы болған Қожаш Жамбылов деген. Ол кісі өмірден жас өтті. Ол кісінің өзі, Қожаш Жамбыловтың өзі төкпе ақынның бірі болған. Яғни бұл ұлы ақынның ақындық шеберлігін, ақындық қасиетін игерген, меңгерген, яғни осы балаға бойына қасиет қонған ол Қожаш Жамбылов болады. Бірақ Қожаш Жамбылов өкінішке орай мына өмірден өте жас кетеді. Келесі ақынымыз Мұқанбайұлы Бармақ. Енді бұның бәрін неге атап отырмын? Бұл кісілердің бәрі халық ақындары. Бұл кісілердің бәрі Жамбылдың замандастары болған, әрі шәкірттері болған. Тірі кезінде бірге жүрген, талай айтыстарға бірге қатысқан. Ал енді тағы да айтайын дегенім, Жамбыл Жабаевтың арнауларды білесіздер. Ол талай кісілерге, би болыстарға, батырларға, хандарға, ақындарға, термешілерге, мысалы Тезек төреге, сондай тарихи тұлғаларға арнаулар жазған. Ол арнауларда талай ақындардың аты аталады. Ол ақындар тек қана Жетісудың ақындары емес, мысалы үшін Орынбай Тайманов, Шашубай Қошқарбаев, Нартай Бекежанов, Нұрлыбай Баймұратов, Кенен Әзірбаев, Маясар Жапақов, Қуат Тербаев, Жақсыбай Жантөбетовтердің, бұлардың бәрі қазақтың халық ақындары. Бұлардың бәрі сыр елінікі, жыр елінікі, арқаныкі, Жетісудікі және басқа жерлердің аты шыққан ақындар. Сол заманда бірге өмір сүрген. Жалпы Жамбыл өлеңдерінің бір түрлері тарихи тұлғаларға да арналады. Мысалы үшін Жаныс ақынға, Шәбден Манапқа, Сыртанға, Мәмбетке, Абайға, ұлы Абайға. Жаңа сіз өзіңіз конференция басында айтып кеттіңіз ғой. Ұлы Абайда бірге замандас болған, бірге өмір сүрген, бірақ олар өмірде шынайы бір-бірімен кездеспеген. Дегенмен де Абайдың ұлы қайтыс болған кезде жоқтауын жазып беріп жібереді Абайға. Бірақ менің білуімше, менің тарихи деректеріме сәйкесінше, ұлы Абай 19 жасында осы мына Жамбыл ауданына келеді, Қарғалының Сәт болыстың үйіне келеді. Сәт болыстында бір жақсы жиын болып жатқан кезде Абай бір топ қасындағы жаңағы ақындары бар, тағы да қасында жаңағы шәкірттері бар, сол кездегі біргелесіп жүрген достары бар. Бәрі Абай осы мына біздің Қарғалы тауында Майтөбеге, Майбұлақ деген жерге Сәт болыстың жиынына келеді. Ол деректер менде бар, бірақ ол деректерді мен қазір келтірмедім. Ол деректер бар болса да, ол кезде Жамбылмен кездеспеген. Бірақ бұл тарихи оқиға біздің деректерде тіркелген. Келесі Тілеміске, Шалтабайға, Қалиға, Көкімге, Тоқтағұл ақынға, Сыздық Сұлтанға, бұлардың бәрі мазмұны, құрылымы әртүрлі келеді. Осы аталған арнаулардың бір қатары, жаңа мен айтып кеткен қазақ, қырғызға белгілі қайраткерлер, Сүйінбай, Абай, Мәмбет, Сәт болыс, Мөңке биге, Қалиге, Шалтабайға, Көкім сияқты би болыстарға сынау мақсатында да кейде шығарылған арнаулары арасында бар. Жәкең өзінің жүрген жерінде сөзінің парқы бар, нарқы бар, айтыскер жыршы шәкірттерін сондай сапарларға бірге алып, талай жұрт алдында
оларды бәрін сынаған. Мысалы үшін 1922 жылы 9 маусымда Ұзынағашта ірі айтыс өтеді. Қайталайым, 1922 жылы 9 маусымда. Сол айтыста көрнекті ақын жазушылары бас қосып өнер көрсетіп айтыс өткізеді. Сондай айтысқа қайтысқандар жаңағы өзінің шәкірттері болады. Жаңа аттарын атап кеттім. Енді сол айтыстың бас жүлдені Үмбетәлі Кәрібаев алады, одан кейін Кенен Әзірбаев алады. Жамбыл Жабаев сол жерде өзінің жаңа үлкен жырын арнайды. Жаңа Жетісу саңлақтары деген жырларын арнайды. Сондай-ақ Жамбылдың қасында тек ақын жазушылар ғана емес, сонымен қатар би болыстар да өмір сүрген. Ол би болыстар ел ішіндегі ересен дауларға араласып, сөзі елге ем, бас пайдасын ойламаған, жалтаруды білмеген әділдігімен, кәміл шешендігімен көзге түседі. Және қақ жарған беделді билер болады. Аттарын атап айтсам, олар Екейден шыққан Сарыбай би, Қайдауылдан Күртібай би, Жалайырдан Балпық би, Айқын Жайықтан Тіленші би, Тоқты Болат, Қыбырай, Тоқшабай, Ноғайбай, Кебекбай, Телібай би, Егізбай би, Смайыл би, Жарылғап би, Аманбай би және Сайлыбай билер. Және тағы да басқа да билер болады. Мен енді оларды бәрін алмадым. Мынау атақты билер сол кезде жаңағы Жамбылмен бірге Жамбылдың ауылында жүрген және Жамбылдың ауылына жақын болыстықтарда мекендеген, өмір сүрген осы атақты билер енді. Бірақ бағана мен байқадым, Мұратхан аға атап кетті осы. Мен сол Мұратхан ағаның жаңағы сөзін қазір келтірейін деп отырмын. Жамбылмен қоса сол заманда тек қана ақын жырауларды айтып кеттім, би болыстарды айттым. Сол заманда Жамбылмен қоса Құртқа тәуіп Сұлтан Қожаұлы деген және Түктібай бақсы, Досмайыл бақсы сияқты ауыз дуалы әулие әмбелер тарихи тұлғалар өмір кешкен. Біз құрметті конференция қатысушылары, біздер бәріміз қазақ ұлтымыз. Біз қазақтар бабалар рухына сыйына отырып бүкіл әлемге жеткен халықпыз. Сол себепті біз бабадан қалған өнегені ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқандығымыз куә болып келе жатырмыз. Сондықтан да жаңа Мұратхан аға айтып кетті ғой, Жамбыл атамыздың жаңағы қасиеті болған жаңбыр жауғыштық және әулиелік, жаңағы айтса сөзі дуалы кісі болған. Ал енді мына сол кісімен өмір сүрген мына Құртқа тәуіп Сұлтан Қожаұлы, ол кісі дала хирургы атанған, 136 жыл өмір сүрген. Түктібай бақсыны жаңағы Мұратхан аға айтып кетті. Түктібай бақсы менен Жамбыл ауылы екеуі қатар тұрған ауыл. Екеуі де екей, екеуі де туыс. Досмайыл бақсы мына Қарғалы болыстығында өмір сүрген, Майбұлақ ауылында. Осы бақсылар Жамбыл атамызбен бірге өмір кешкен. Ол кісіні жаңағы біреуі атын емдеген, біреуі өзін емдеген, біреуі қасиетін бағалаған, біреуі жаңағы Түктібай бақсын айтып кетті ғой. Іле өзенінен қасиетін қобызын тарта отырып, жаңағы олар Іле өзенінен өте алмағандықтан, енді Түктібай бақсы жалғыз бармады ғой, қасына ақын, жыршы, жыраулар, жаңағы би болыстар бірге барған. Сол кезде сол қасиеттің арқасында Іле өзенінің қазақ үйді барлық малы дастарханымен, адамдарымен бергі бетке көшіріп алған, сол қасиеттің қобызының арқасында. Мына Түктібай бақсы сол кісі. Конференция ары қаратай жалғастырайын мақаламды. Жамбыл шығармаларын орыс тіліндегі аудармаларды шетелде де танымал болды. Мысалы, оның еңбектері өздеріңіз білесіздер, Қытайда, Чехословакияда, Англияда және басқа елдерде жарық көрді. Осыдан былтыр қазір біздің мына конференцияға параллель, қазір бізде Шымкент қаласында Әуезов атындағы институтта конференция өтіп жатыр. Сол кезде конференцияға қатысушы ғалымдардың бәрі айтып жатыр, былтыр Түркия жерінде, ол кісіге ескерткіш ашылды, Түркия жерінде, ол жерде Жамбылдың шығармаларын түрік тіліне аударылып, сол жерде тұсаукесері болды. Ол тұсаукесеріне біздің Жамбыл ауданы біраз азаматтар ол жерге барды. Нағашыбек Қапалбекұлының да шығармалары түрік тіліне аударылып, сол жақта презентациясы өтті. Жамбылдың өлеңдері КСРО-дағы, Кеңестер одағында шынайы өмірді дәріптеді және билік тарапынан кеңінен таралды.
90 жастағы Жабаевтың Қазақстанның ең беделді ақынына айналды. Ол оның әндері, өлеңдері қазақ ауылының жаңа өмірінің бір бөлігіне айналды. Жамбыл 1938 жылы Қазақ СССР қарулы күштерінің депутаты болды. Қазақ халқы барда біз Жамбыл Жабаевты еш уақытта ұмытпаймыз. Оның тілі мен дінін, аман тұрғанда адалдық пен адамдықтың, әділеттік пен ізгіліктің жаршысы Жамбыл атамызды мәңгі жасай бермек. Құрметті конференция қатысушылары, сіздерді мына биылғы Жамбылдың 175 жылдық мерейтойына ат салысып қатысқандарыңыз үшін рахмет. Осы конференция ұйымдастырғандарыңызды үшін рахмет. Бізді мына Алматы облысынан да, Жамбыл ауданынан да, Алматы қаласынан да қатысыңыздар деп шақырғандарыңызға көп рахмет айта отырып, сіздердің еңбектеріңізге жемісті болсын, еңбектеріңіздің қызығын көріңіздер, және мына шығармашылық сіздерге табыс тілеймін. Келер жылы тағы да біздер осындай ұлы тұлғаларымызды дәріптей берейік. Жас оқушылар, студенттерге осындай конференция ұйымдастырып, жаңағы қол жетпеген, жол жетпеген, аяқ жетпеген жерлерде осындай қазіргі заманауи конференция ұйымдастырып, бір-бірімізбен танысып жатырмыз. Соған мен қатты қуанамын, және сіздердің барлықтарыңызға осындай жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Менің мақалам енді осымен аяқталады деп ойлаймын. Мен өзім берілген 7 минутқа сыйдым деп ойлаймын. Мені көргендеріңізге, мені тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Сау болыңыздар. Рахмет сізге. Өте қызықты, өте тартымды болды баяндамаңыз. Баяндамаңыздың өзі бір поэзия сияқты шықты. Өте қонымды, көптеген жаңа ақпараттармен білдік. Мына жерде бойымызға осы сіздің айтқан баяндамаңыздан білімдермен сусындап қалдық. Енді жалпы мынау Жамбыл туралы кешіріңіз. Бір минут кешіріңіз, мен айтам деп ұмытып кетіппін ғой. Биыл енді Жамбылдың 175 жылдығына біз не атқарып жатырмыз деп айтайын дегенім. Біз 170 жылдығына Жамбыл әлемі деген кітап шығарамыз, фотоальбом. 15 мың тиражбен. Оның бәрі әрине сатылып кетті, оның бәрі өтіп кетті. Енді біздер қазір тағы да Жамбыл әлемі деген фотоальбом жасамақшымыз. Нағашыбек Қапалбекұлы деген жазушы ағамызға көптен көп рахмет. Сол кісінің арқасында конференциялар Казгуде өтеді, енді 24-інде Агуде өтеді. Қазір енді Агу дейміз ғой, бұрынғы Каспийімізді. Агуда өтеді. Дәл қазіргі моментте сіздермен Алматы қаласында Абай атындағы педагогикалық университетте 23-інде Жамбылды конференция өтеді. Және дәл қазір сіздермен параллель менде мына тағы конференция жүріп жатыр. Ол Шымкент қаласында Әуезов институтында өтіп жатыр дәл қазір. Сол жерде барлық жинақтар шығарылады. Жаңа айтып кеттім, 24-інде Казгуде өтеді, 23-інде Агуде өтеді. Ол жерде жаңағы ғылыми практикалық конференциялар өтеді, және ол жерде жинақтар шығарылады. Жамбыл әлемі деген фотоальбом шығарылады. Нағашыбек Қапалбекұлының 3 томдығы шықты биыл. Сол жерде Жамбылдың шығармалары бәрі жазылған, өте терең жазылған, өте терең, өте толық зерттелген Жамбыл туралы, және де көптеген ғалымдардың барлық мына Жамбыл туралы кітаптары біздің Жамбыл баспасынан бұйырса шығарылып жатыр шетінен. Жаңағы және Жамбыл танушы Агуда істейді профессор Темірхан Тебегенов деген кісі бар. Өзі Агуда профессор, завкафедра жазушы. Сол кісі Жамбыл танушы, Жамбыл әлемі деген газет шығады. Газеттің редакторы. Сол газетті біздер керек болса сіздерге беріп жібере аламыз. Темірхан Тебегенов ағамыздың Жамбылға жаңаша көзқарас деген кітабы шыққалы жатыр. Алла бұйырса сол кітаптан да сіздерге теберік ретінде бере аламыз деп айтқым келіп еді. Рахмет. Жақсы, рахмет сізге де. Үлкен ең алдағы жоспарларыңыз енді сәтімен іске ассын. Осына қолға алып отқан игілікті істеріңіз үлкен жемісін берсін дегіміз келеді. Енді біздің қазір қайттан шығып кетсе, қазір қайта кірулеріңізді сұраймыз. Біз конференциямыз әлі аяқталған жоқ, қазір шығып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала ескертемін. Жақсы, рахмет.
бұл жалпы о керемет Грузияға барғанда деп Мұхтар Шаханов осы Жамбыл Жабаевтың 90 жасқа келген бір қызы деп айтып жатады, бірақ та ол шынына келгенде дейді, мынау Шыңғыс Айтматовтың естелігінде бар. Сол Грузияға барғанда бір грузин қызына ғашық болыпты десек, 20 жастарда, 18 жастарда болса керек. Содан бірақ соған алам деген кезде барлығы қарсы болады. Жәке, жасыңыз үлкен, 90-ға келіп қалдыңыз. Сәбит Мұқанов барлығы, Ғабит Мүсірепов барлығы тоқтау салады. Сол кезде Жәкен жаңағы үйінде бүйтіп арқасын беріп жатып қалған дейді, амандасып келсе тек арқасынан қолының ұшын ғана созып көрсетті. Содан бәрі айтқан ғой, енді ренжімеңіз, сіз халықтың адамысыз, ұят болады деп айтқан кезде Жәкен айтқан екен, әй балалар, не білесіңдер сендер? Мынау бәйбішемнің айтқанына біраз болып, мен қазір келіннің қолына қарап қалдым. Сол барлық енді өзінің жеке өмірінде енді күнімді келін балаға қаратпай өзім жеке отау жаңғыртайын дегенім ғой деп сонда айтқан екен, көрегенділік екен дейді. Ұят болмасын, яғни келін балаларыма ауыртпашылық масыл болмайын деген ой депті. Жандос Қожахметұлы қазір дұрыс желі қосылғанша жалғастырып берсек, келесі сөз кезегін номері 17-ші жоғарғы білім беру мекемесі, яғни қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 17-ші мектептің Садуова Дария Оразбайқызына сөз кезегі беріледі. Жыр алыбы Жамбыл тақырыбындағы баяндамамен бізбен бөліспек. Олай болса, Садуова Алия, сөз кезегі сізде. Дария, кешіріңіз. Дауысыңыз естілмейді, микрофон қоссаңыз. Саламатсыздар ма? Әдебиет сүйер қауым. Ұлы ақын, дүлділ ақынымыз Жамбыл Жабаевтың мерейтойы барлығымызға да құтты болсын. Бүгінгі өтіп жатқан өнегелі шара өте орынды. Мен осы конференцияға қатысып отырған Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының түлегімін. Ол мектепті аяқтап, сол мектептегі барлық ұстаздарымды үлгі тұтам, мақтан етем. Ол мектепті аяқтағаннан кейін осы конференцияның қонағы болып отырған Жандос ағайдың студенті болдым. Бүгінгі таңда 17-ші мектепте қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Осы мұғалімдік тәжірибемде осы Жамбыл атамыздың мұралары қалай дәріптеледі, соны айтып өткім келеді. Жамбыл атамыз ғұмыр кешкен, қазір демонстрациямды қосып алайын. Жамбыл атамыз ғұмыр кешкен аттай бір ғасырлық уақыт қазақ халқының тарихындағы ең күрделі кезеңдердің бірі. Ұлы жыраудың көз алдында ғасырлар бойы үстемдік еткен жүйелер алмасты. Екі бірдей дүниежүзілік сұрапыл соғыстар өтті. Ел өмірінде саяси әлеуметтік түбірлі өзгерістер болды. Осындай дүрбелең заманда өмір сүрген Жамбыл атамыздың өлеңдерін оқыту барысындағы нәтиженің жастарға берер рухани тәрбиелік мәні өте зор. Дегенмен, Жамбыл Жабаевтың өмірін, бүкіл шығармашылығын, әлемдік мәдениетке қосқан үлесін мектеп бағдарламасына толықтай енгізу мүмкін емес. Бұл орайда оқушылардың өзіндік шығармашылық ізденісі, сыныптан тыс әдеби жұмыстар, оқу сабақтары әртүрлі әдіс тәсілдермен ұйымдастырылып, байланыстыра жүргізгенде ғана біз ұстаздар өз мақсатымызға жете аламыз. Ақын поэзиясының оқу тәрбиелік мәнін терең түсіндіруде көп ізденіп, тиімді әдіс тәсілдерді қолдана отырып, заман талабына сай ұсынамыз. Нақтылап айтатын болсақ, бастауыш мектептің оқу бағдарламасында 3-ші сыныптың әдебиеттік оқу деген оқулығында халық поэзиясының алыбы деген тақырыппен Жамбыл атамыздың қысқаша өмір мәліметі берілген. Және Ділдахан Жамбылованың Жәкем деген тақырыптағы естелігі берілген. Оқушылар осы естелікті оқи отырып, мәтіндегі әке сүйіспеншілігін тауып, өздері осы қазіргі өмірмен байланыстыра отырып талдайды. Және де Жамбыл Жабаевтың шәкірт балаларға деген өлеңі берілген.
Бұл өлеңді талдай отырып, жаттай отырып, атамыздың мейірімді сөздерін дәптерге жазып, өлеңді жаттау арқылы оқушы өз бойына адамгершілік құндылықты қасиеттерді сіңіре алады. Сонымен қатар, 5-11 сыныптар аралығындағы қазақ әдебиеті оқулығы бойынша тек қана 7 сыныптың қазақ әдебиеті оқулығында ғана Жамбыл Жабаевтың өмір жолы мен өлеңі берілген. Бұл оқулықта Жамбыл Жабаевтың дүниеге келгені туралы, ол туралы ақынның өзінің «Менің өмірім» деген өлеңіндегі «Қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған, Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан» деп жырлағаны, және Жамбылдың өлеңге, ақындыққа қызығушылығы ерте оянғаны, 13 жасынан ақын болуға бел байлағаны, «Шағым» деген өлеңі ақындық атын шығарған тұңғыш өлеңі екендігі, айтысқа 17-18 жасында араласып, 20 жасында атақты ақын Жаныспен айтысып, оны жеңгені, «Менің пірім Сүйінбай» деп жырлағаны, және «Шахнаме», «Мың бір түн», «Көреғұлы», «Өтеген батыр», «Сұраншы батыр» тағы да басқа дастандарды таңға жеткізіп жырлағаны айтыла келіп, 1916 жылғы 25 маусымдағы 19 бен 43 жас аралығындағы азаматтарды соғысқа алу туралы патша жарлығы қазақ халқына қасірет әкелгені, яғни Ресей патшасы күшпен қазақ ұлтынан майданға әскер жинағаны, қара халықтың күйзеліске ұшырағанын өз өлеңдеріне жыр еткен Жамбыл атамыздың «Зілді бұйрық», «Патша әмірі тарылды», «Халық кегі» туралы өлеңдері насихатталып, мектеп бағдарламасына сай 1 сағаты ғана «Зілді бұйрық» өлеңіне берілген екен. «Зілді бұйрық» өлеңін оқыта отырып, өлеңнің шығу тарихы туралы не білесің? Өлеңде қандай географиялық атаулар мен тарихи тұлғалар аталады? Өлең неліктен «Зілді бұйрық» деп аталған? Көп ерлер қаза тапты жауға аттанып, көксеген азаттықтың соғысында деген өлең жолдарынан не түсіндік? Алған білімдерін ұштастыра отырып, өлеңде суреттелген оқиға, тарихта орын алған оқиға деген 2 бөлімнен тұратын кестені толық талдап, өз білімдерін көрсете алды. Алған білімдерін жинақтау мақсатында «Зілді бұйрық» өлеңінің тақырыбы мен идеясы анықталды. Қолдану тапсырмасында өлеңді сюжеттік композициялық құрылысына қарай талдап, сюжеттік жоспар құрып, өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып, өзіндік өзгерістер енгізіп, қорытынды шығарып, шығармашылық жұмыстар орындады. Баға беру бөлімі кезінде ақын Сәкен Сейфуллиннің «Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды». Оны жинап алып халықтың қолына беру біздің әр қайсымыздың азаматтық борышымыз десе, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, егер біз Жамбыл даналығына тәу етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, оның басты себебі Жамбыл арманының адамзаттық арман аңсарымен ұласып жатқандығы. Сондықтан да қазақтың Жамбылына адамзаттық Жамбыл ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының алдында басымызды иеміз деген құнды пікірлері берілген. Оқушылар осы пікірлерді оқи отырып, өзіндік ой түйінін шығарып, өз пікірлерін Пофс формуласы арқылы білдірді. Және алған әсерлерін диалог түрінде ауызша жеткізді. Алған білімдерін дамыту мақсатында қосымша оқуға Жамбыл Жабаев таңдамалы шығармалар жинағынан ақын мұрасымен, ұлы жыршы туралы ұлағат кітабынан ақын туралы қызықты деректермен танысу ұсынылды. Артық болмас білгеннің айтарында, Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылындағы Жамбыл атамыздың әдеби мемориалдық мұражайы туралы мәлімет берілген. Осындай үлкен оқушылармен қатар бірге осындай үлкен жұмыстар, тапсырмалар орындалып жатыр, және осы тапсырмаларды орындау барысында әр оқушы өзінің бойына рухани қазақи ұлттық болмысты өздеріне сіңіре алады. Дегенмен, жүрегі 100 жыл жырлаған дүлдүл ақынымызды дәріптеуде оқу бағдарламасында аз ғана уақыт бөлінгені қынжылтады. Және көптеген құнды шығармалары мектеп қабырғасына енбегендігі өкініш тудырады.
Сондықтан да жоғарыда Сәкен Сейфуллин айтқандай, Жамбыл атамыздың алдындағы азаматтық борышымызды, қазынасын кеңірек борышымыз ол Жамбыл атамыздың қазынасын кеңірек дәріптеу. Осы мақсатта атамыздың жырларын мектеп бағдарламасында көбірек уақыт бөліп, кеңірек насихатталса, нұр үстіне нұр болады деген өзімнің ұстаздық ойымды ортаға салам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Осындай тағылымы мол, тәлімі мол бізде баяндамаңызға көптеген мысалы бойымызға рухани азық алдық десек артық етпес. Мұнда Жандос ағамыз қосылды ғой деймін. Жандос аға, естіп тұрсыз ба бізді? Жандос ағай, енді қазір баяндама тыңдауға біз қазір жаңа Грузияға сапарында деген бір айта кеттік қой. Жолбарыс терісін жамылған батыр Шота Руставелидің 750 жылдығына осы Жамбыл Жабаевта барған екен. Олай болса Грузияға сапарында деген тақырыбында Жандос ағамыз дәрісін оқиды, баяндама. Мынау өткізіп отырғандарыңа ризамын, құтты болсын, жалғасын таба берсін. Енді менің айтатын мынау әлеуметтік желідегі қосылу нашар болып тұр. Менің айтар сөзім Жамбыл бабамыздың Грузияға сапары туралы. 1937 жылы сол кезде Кеңестер одағының, Жазушылар одағының төрағасы Ставский деген Қазақстанға телеграмма салады. Онда Жолбарыс терісін жамылған батыр атты Грузияның атақты Шота Руставелидің дастанының 750 жылдығына байланысты, тойлануына байланысты Қазақстаннан делегация баруын, және сол делегацияны Жамбыл Жабаев бастауы туралы телеграмма салады. Сол телеграмма арқылы 90-ға таянған Жамбыл бабамыз Қазақстан Жазушылар одағынан мен ақылдаса келіп, осы Тбилиси қаласындағы Шота Руставелидің Жолбарыс терісін жамылған батыр атты атақты дастанның 750 жылдығына баруға шешім қабылдайды. Ол делегация Москва арқылы жүреді. Сол делегацияда пойыздың ішінде Орынбор, Куйбышев, Саратов қалалары арқылы ол Жамбыл Жабаев бастаған делегация Грузияға жетеді. Осы арқылы Шота Руставелиді біздің қазақ жұртына, қазақ поэзиясына, қазақ әдебиетіне алғашқы таныстырған адам кім дейтін болатын болсақ, ол Жамбыл Жабаев болып шығады. Негізінде осының алдында осы мерейтойын өткізуге байланысты Қазақстан Жазушылар одағы Тайыр Жароқовқа осы Шота Руставелидің осы дастанын аударуды тапсырған болатын. Оның негізгі жобасы мен Тайыр Жамбыл Жабаев бабамызды таныстырған. Сонда осы пойыздағы сапарында алғаш Жамбыл ақын «Здравствуй, Кавказ», «Амансың ба Кавказ» деген өзінің алғашқы толғауын шығарған болатын. Оны Мұхамеджан Қаратаев қолжазба түрінде подстрочный перевод дейміз ғой, соны орыс тіліне аударған. Ол былай: «Вырасти ты золотой колыбелой, думы бессмертные Руставели, лебедом горным они прилетели в мой Казахстан и ауылы запели» деген осы толғауын Мұхамеджан Қаратаев орысшаға аударып, бүкіл орыс ақын жазушыларына таныстырған болатын. Осы сапарында
90-дағы қарт бабамыз Тбилиси қаласына барғанда оны Демьян Бедный, Ставский, Павло Тычина, Чаковани, Леонизе деген атақты сол кездегі жазушылар қарсы алды. Ол кісілер енді қанша дегенмен жасы келіп қалған Жамбыл бабамыздың денсаулығына алаңдаулы болғанымен осы Шотар Рүстемелидің Жолбарыс терісін жамылған батыр атты поэмасының тойлануы кезінде Жамбылдың ерекше бір жарқын, ерекше бір қуатты, ерекше бір көңілді болғаны да таң тамаша қалған екен. Ертеңіне пленум басталған кездегінде грузиннің бір ақыны былай деп хабарлайды: Да здравствует наш всесоюзный соловей, великий ақын Жамбыл деп. Сондай сәлем айтқан болатын. Осы мерейтойды атап өткендегі төраға болған атақты Всеволод Вишневский сөзді Жамбылға береді. Сонда сол делегацияның құрамындағы Мұхамеджан Қаратаев былай деп жазады: Жамбыл ақын өзінің домбырасын алды да мен оны Жамбылдың қолына ұстаттым. Барлық делегация мүшелері ақын не айтар екен деп алаңдап қалдық. Бұны Қаратаев еске алып отыр. Мен Тайыр Жароковқа қарап едім, жанында қарындашпен, блокнотпен тұрған Тайыр Жароков Жамбылдың аузынан шыққан толғауын жазып алайын деп тұрған Тайыр Жароковтың қолының дірілдеп отырғанын байқадым. Ақын домбырасын алды да аз кем үнсіздік болды. Одан кейін шекке қол салып, бізге таныс домбыраның үні естілді. Осы де ақын Жақсы, техникалық ақауға байланысты бізде Жандос Қорахметұлы байланыстан шығып қалды. Олай болса, әрмен қарай жалғастырайық. Жаңа біз тағы да естеріңізге сала кетсек, бүгінгі іс-шараны ұйымдастырып отырған Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы. Олай болса, осы кітапханадағы сирек кітаптар мен қолжазбалар және музей жәдігерлері бөлімінің басшысы Қаратаева Жұлдыз Істайқызы отыр. Олай болса, певец народа тақырыбында баяндамасын оқиды екен. Олай болса, назар аударайық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті қонақтар. С 2001 года нашей библиотеке было присвоено имя Жайка Кагеныча Бектурова, исследователя, журналиста, поэта, писателя, переводчика, публициста, общественного деятеля, репрессированного в годы сталинского террора. В фонде «Кабинет музея» сохранены личные вещи, документы, рукописи произведений, фотографии, личные вещи и материалы об участии Бектурова в общественной жизни Карагандинской области. Почти 30 лет Жайык Бектуров был членом правления Союза писателей Казахстана, многие годы возглавлял писательскую организацию «Сарыарки», сам много писал. Жайык Бектуров был многоплановым художником, отличавшимся богатством жанрового разнообразия. Помимо романа, им были написаны и опубликованы повести, рассказы, стихотворения, статьи, многочисленные очерки об основоположниках казахской национальной литературы, видных общественных и политических деятелях. Его произведения отмечены печатью подлинного таланта. Жайык Бектуров – автор воспоминаний, статей о Валиханове, Алтынсарине, Потанине, Жабаеве, Букиханове, Байтурсынове, Ермекове, Маргулане и многих других, которые часто встречаются в его рукописях, которые сохранены в кабинет музея писателя. О Жамбыле Жабаеве Бектуров написал ряд статей, таких как «Халық поэзияның алыбы», «Народный певец», «Певец народа», к 150-летию поэта.
и также воспоминания Жамбыл журналынан. Также в фонде редких и ценных книг музея есть произведения Жамбыла Жабаева, наиболее ценные из которых избранные произведения 1946 года издания и собрание сочинений в 3 томах 1955 года рождения, года издания на казахском языке. В своей статье «Народный певец» к 125-летию Жамбыла Жабаева, вышедшая в 1971 году в газете «Индустриальная Караганда», Жаик Бектуров писал: «Я сам впервые увидел Жамбул осенью 1933 года в Казтекском, а теперь в Жамбылском районе под Алма-Атой. Был командирован Алматинским обкомом партии по вербовке учащихся из числа сельской молодежи. Весной 1904 года Аксакала поэзии видел в его ауле за селением Озунагаш. В 1936 году весной в Москве проходила декада казахской литературы и искусства, которая прошла с большим успехом. Джамбул был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вручая награды мастерам казахской сцены, Калинин сказал: «В народе не может быть сохранено то искусство, которое не представляет ценности. Народ – это все равно, что золотоискатель. Он выбирает, сохраняет и несет, шлифуя на протяжении многих десятилетий только самое ценное, самое главное». В 1938 году выборы в Верховный Совет Республики. Джамбул избирается депутатом. И летом в Доме правительства, как старейший депутат, представленный народный поэт, он песней открывает сессию парламента Казахстана. «Я был делегатом от Жамбылской области. В 1939 году в Казахстане была создана Жамбылская область, и меня направили ответственным редактором Жамбылской областной газеты. Заведующий отделением кадров партии, председатель комиссии съезда Боржанов, который относился ко мне как к своему младшему брату, сказал: «Сейчас Жамбыл Жабаев едет из Узунагаша. Он открыл съезд. И проводить президиум. Мне посчастливилось провожать Жамбыла в президиум большого партийного съезда. Зал стоя приветствовал поэта». Жамбыл Жабаев оставил новому поколению богатое литературное наследие, народную традицию. Его поэзия будет вечно служить народу. В заключение хочу сказать, что патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является одной из важнейших задач библиотечной работы. И вполне закономерно пристальное внимание и деятельность нашей библиотеки уделяется воспитанию патриотизма. И мы в дальнейшем будем вести активную работу в этом направлении на примерах жизненного пути Жамбыла Жабаева и выдающихся личностей Казахстана. Большую благодарность всем участникам мероприятия. Спасибо за внимание. Рахмет, Жұлдыз Тайғыза, өте қызықты баяндамалар тыңдадық. Енді баршаларыңызға назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осында сыйынып аруағына бабамыздың киесін ұққандаймын. Жырлары шежіресі еліміздің сырлары, сағынышы санамыздың. Осымен бүгінгі Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған әдеби кешіміз соңына жетті. Алтын уақыттарыңызды бөліп, ой бөліскен бүгінгі қадірменді қонақтарымызға, қатысушыларымызға рахмет. Әсіресе осынау ақынның рухына тағзым жасап келе отырған мектеп оқушылары, сіздер келешек өскелең ұрпақ, келешек елдің тұтқасын ұстайтын ұрпақсыздар, соған кәміл сенеміз. Мұқағали айтады ғой, жаңа дәуір алдында жөн көремін, азаматтық борышымды өткеруді дейді. Олай болса, елім деп еңірегенде етігінен су кешіп, отқа түсетін бүгінгі осынау өршіл жастарымыз рухы әрі қарай берік бола берсін деген үміттеміз. Бүгін аз да болса осы Жамбыл Жабаевтың шығармашылығына сіздер етене жақындасыңыздар, сәл болсын жақындат деген ойдамыз. Олай болса, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі кешіміз осымен тәмам аяғына жетті. Сау, саламат болыңыздар.